Salam dostlar. Bugün 11 aprel 2021 yıl. Japalak Una bazarı Matizlerдің bağlarını айтып кетейін. Ақ түстегі Matiz Koreya 2000 yıl çıkarılған. Telefon nomeri sırtқы görünüşü Jeneköy komplektatsiyada ekan. Bunun janında 2007 yıl çıkarılgan Matiz turadi. Mexanika telefon nomeri var ekan. 160 ming so'm deydi bahası. Европадан çıkarılgan Matiz 2 2008 yıl çıkarılgan. Mexanika отличное состояние deydi. Telefon nomeri 0552 18 18 14. Bu qancha ekan? 160 ming so'm deydi. Jeneköy komplektatsiya ekan. Qo'ldan qo'l ko'targich ekan, ручной aynekteri. Janında dağı bir Matiz 2 turadi. Bu 4 aynega teng elektro ko'targichda. Qılımtığı. Telefon nomeri 0556 04 44 47. 2003 yıl çıkarılgan. Отличное состояние. Sırtqı görünüşü Matiz'din taza жақсы ekan. Bunun janında dağı bir 2005 yıl çıkarılgan Matiz turadi. Расход 6-7 deydi. Telefon nomeri var ekan. Автомат. Oturğuçları кожаный salon. Алдыңқы айнектері elektro көтергішті. Артқы айнектері қол менен айнектерін көтеріп жүріші еткен. Негізінен машинаның сыртқы көрініші аябай таза екен. Bunun janында дағы bir ақ Matiz turadi. Бұл Matiz'din Matiz 2 2005 yıl çıkarılgan. Telefon nomeri var. Gidravlika kondisyoner deydi. 2010 yıl çıkarılgan Matiz серебристый 0550 38 25 51 deydi. Hazır basını sorap görüyoruz. Salam aleykum. Bası qancha ekan? 180 ming. 180 ming so'm deydi. Bazarдағы bağlar 180 mingde айтылған менен сөзсіз ылдыйға түшіп бере тұрған жайы бар екен базардың сыртқы. Так, бұл жерде мына Nexya'lar тұрады. Мына Nexya'ны көрсете кетейін. Nexya 2011 жылы шығарылған, 1.5 объем дейді. Телефон номері. Басын білеуіз азыр. Есі бар екен. Салам алейкум. Қанша екен бұл Nexya? 200 мың деп атады екен. Бұның жанында дағы бір 2005 жылы шығарылған Nexya. Telefon номері бар екен 0755 65 00 02 дейді. Қанша екен мұның басы? Бұл есі жоқ екен. Бірақ сыртқы көрініші мұна таза жақсы екен. Көк түстегі дағы бір Nexya. Hazır білеуіз малымат парақшасында 2006 жыл шығарылған 1.5 объем 7-8 расход 5 литр 0552 61 16 15 телефон номерында çalып байланышып саудалашсаңыздар болады. Мына урматтуу көрөрмандар, сиздер менен айрым унаалардын баларын көргөнгө аракет кылдык. Кылым ТВ каналына подписаться болуп, ой пикирлерди калтырыңыздар, комментарий жазыңыздар.